Сен неменеден қорқасың? Аллах тағала сенімен болған кезде сен не үшін қорқасың деймін да. Ол жақта миллиондаған адамдар жүрсін. Бәрібір сен жалғыз болсаң да, сенің артыңда Алла тағала. Сен Аллах тағаланың панасында болған кезде, Алланың қорғауында болған кезде ешкімнен қорқып қажет жоқ. Мен мына ата-аналарға айтарым, балаларыңыз үшін уайымдамаңыздар. Біреулер мысалы ойлайды, мен балам кіші қорқақтау тағы да басқа. Ең бастысы, балаңызды Аллах тағаладан қорқып өсіруді үйретіңіз. Сол кезде балаңыз ешкімнен қорқпайтын болады. Жүрегінде түгі бар, нағыз батыр болады. Неге? Өйткені ол Аллах тағаланың панасында болып жүргенін, Алла оны қорғап жүрген білгеннен кейін ешкімнен қорқпайтын батыр болады. Сол себепті ешкімнен қорқып қажет жоқ. Ешкімнен қорқып қажет жоқ. Бізге осындай ұрпақ керек. Алла бізді қорғап тұрған кезде, ана жақта кім тұрса да ешкімнен қорқпаңыздар.